Әз Мұхаммед пайғамбар есімізге, тура жолға бастаған көшімізді, Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат қып, мәуліт айтып жалғаймыз кешімізді деп отырмыз. Ордалы оңтүстіктен келіп отырған Мәдіхан Тәжиев бауырымыздың орындауында қабыл алыңыздар. Тілімнен өлең жауса қарша бұрап, айырар ақ қарасын ел саралап. Ассалаумағалейкум баршаңызға, бауырларым жүрмесің сау сәлемет. Я Алла медет берген тілімізге, рахым қыл өліміз һәм тірімізге. Пайғамбар сиярынан сөз қозғайық, я жаббар қуат берген тілімізге. Береке бергеніңе баян бердіп, атына мақтау айттым әділ хақтың. Салауат сәлем жолдап, ықыласпен иесін ауыз қалдым шариғаттың. Алладан риза бол деп тілек қылдым, сол заттың ізін ерген сахабаттың. Хидаят жолымызды оңға бастап, хор ғилман ішінде қылбау шарбақтың. Жаңсақ жол азғындықта аулақ өтіп, нәсібін жәннеттен қыл біз бейбақтың. Пайғамбар туған күнді мәуліт дейді, иесі туған күні ақиқаттың. Өзіміз пенделікпен қиналмасақ, соншалық қатал емес шариғаттың. Мақшарда шапағатын алу үшін, мәулітін оқымақпыз Мұхаммедтің. Сүннеттіп туылдырды оны кесіп кіндік, майлатып ғазиз тәнін жұмбақ сырғып. Көздері сүрмеленген құдіретімен, сиярлар хабарлайды мұны жырғып. Әкеден тумай жатып жетім қалды, Алланың көрсеткені бізге сынғып. Жетімнің маңдайынан сыйпағанға, Құдайым жеткізеді бірін мыңғып. Бұрындар арабтарда кездеспеген, атады Мұхаммед деп атын тыңғып. Мақтаулы мағынасы байқағанға, шығармақ Құдай өзі бәрін шынғып. Баланы ауылды жер бағушы еді, бұл әдет қандарына кеткен сүңгіп. Біреуге бала бірге тамақ керек, бар мен жоқ өлшегенге заңы сұмдық. Әйелдер емізетін қарамайды, жетім болса береді деп несін пұлғып. Халима кедей байғұс есегімен, керуенге зорға лесіп келген жылжып. Қараса өз баласау жетіп жатыр, қутамақ сүйреп келген басын құлғып. Бесікте құндақтаулы баласы бар, асыз деп заржылайды басын шұлғып. Қошынша оған тағы бала алмақшы, тарлықта болады екен мұндай шындық. Қиналып үшінші күн әзер тауып, алда қыр пайғамбардай ықыласын қып. Білініп алғаннан ақ кереметі, кенелді бейшаралар етпей ұрлып. Емшегі екеуінен артып жатыр, есегі жұрттан озып қарғып ырғып. Сауғанмен жалғыз сиыр құт болмаушы, татымды өрісте жоқ шөбі тырбып. Пайғамбар мұнда келіп кірген күннен, бір ғажап желіндері келіп тұрлық. Балаға сақ бол десті бір сыры бар, әйтеуір бұл келгелі болды тірлік. Құдайым несібесін тарықтырмай, балаға мәрхәмәтін салып тұрнық. 4 жастай әлсін аспан қарап, болама соншалық ес сыр танырлық. Ақ киген екеу келіп осы десіп, ішін жарып іс болдау жан шошырлық. Қорыққаннан Әминаға әкеп берді, баланың кереметін көріп білдік.
Бабасы 116 жасында кепілдігін өз алдау қып шүкірлік. Салауат сәлеміңді айт Мұхаммедке, сол үшін көпті жинап мәуліт қылдық. Кеміс жоқ пайғамбардың мінезінде, кеңдігі дүниенің бір өзінде. Жолдас туыс көршіден аянбайды, бар болса сұрағаны шын өзінде. Ұялшақ жомарт батыр әділ жұмсақ, ерекше жаралғандай түр көзінде. Жақсы істі жаны сүйіп жаратады, жақсы дос жинағаны кіл өзінде. Ұстаз алдың көрмеген кітап оқып, сөз таласып бармайда оқыр өзімге. Тәурат Інжіл сипаты баяндаған кітаптар көрсеткендей сын өзіндей. Әлемге рахмет етіп жіберілді, айрықша құрмет қылып бұл есімге. Осындай ғажап дінге қауым болып, арман не шапағатын тілесуге. Көрдің бей пайғамбардың қасиетін, естіген кісі ұғып басиетін. Салауат сәлеміңді айт, білгеніңше орындап қолдан келсе өсиетін. Пайғамбар 35-тен жасы кетті, тал бойын надандықтан қашық етті. Пұт пен тасқа жасынан бас ұрмаған, жемеген соған салған сасық етті. Алдау түгіл, алдау арба ой түгіл, ау түсінде жоқ, о бастан Құдай оны асыл етті. Осындай сенім артып сүйген халық Мұхаммед әмин атын нәсіп етті. Жек көрерлік қисыны жоқ көркем мінез, көргенмен естігенді ғашық етті. Жасамай бозбалалық ойын күлкі, ізіне даналықты шашу етті. Талайын кереметтің көзі көріп, 40 жылды артқа тастап басып өтті. Хираның өңгіріндей құлдық өтіп, өзінше оңашалық тәсіл етті. Көңілі оқшаулыққа бейім болып, халықтың ұшуынан басып өтті. Ерекше түстер көріп, барған сайын бір нәрсе елегзітіп асық етті. Құдайым тәрбиеліп, осылайша үйретпек пенделігін басып епті. Қапелімде бірден артса көтермейді-ау адамзат пайғамбарлық қасиетті. Өзіне өзі таң боп бір ғажайып, жүргенде 40-қа таяп жасы кепті. Салауат сәлеміңді айт, асыл жұртын махшар күні тартқызбасын қасіретті. Үңгірден жатыр еді шығып бір күн қыздырып меңдеттау ұйқы шіркін. Алқымнан ала түсіп буындырып, бір нәрсе сол арада бұзды шырқын. Өкпеден мықтап сығып әл бермейді, босатты аз уақыттан соң біртін көрсетіп бір жазуды оқы деді. Таң болып әрі қорқып, бұл не бұл кім? Білмеймін деген еді, қайта сығып түсірді қара терге бермей ырқын. Босатып тағайтқан ау иқра оқы, білмеймін деп еді қайта буды дүркін. Қайраттан қайран болмай қалды сасып, байқаса сауақсындау іші сыртын. Тынысты әзір алып, термоншақтап, бәрібір пайдасы жоқ бұлқын-жұлқын. Қырылдап ырзаласар хәлге бардай, қош бол деп туған елім қайран жұртым. Осы кез есін жиып, көзін ашып, оқыған үн естілді тағы бір тың. Жазулы жасыл түсті орамалмен, құс көрді алатұғын көздің құртын. Естігені есінде жат боп қалды, ұмыт боп малмен басы дүние құлқын. Мен Жәбірейіл періште деп дауыстады, сен Расулы Алланың болдың бұл күн. Баяндап Хадишаға бастан аяқ, куәм жоқ нанады кім не дер жұртың. Дегесін Уарақаға алып келді, бір хабар әкелдік деп қиын бір тін. Кіседе білімі бар, көзден зағип, ойлайтын адасқан деп ара бұлтын. Бұл елдің пайғамбары бопсың деді, уа шіркін менен өттау дүние сылқым. Еліңнен айдаласың көмек керек, бозбала бағалар ма қыз бен қырқын.
жатсым мынау менің сағатым шақ, жас болсам берер медің саған арқым. Менігін қуады деп нәби аңтаң, олайша ойламайды елі жұртын. Бұрынғы пайғамбарлар сүннет осау, елінде дін ашалмас қиын бұлтын. Еліңнен сен де сұлай айдаласың, сенер деп үміттенбей мынау жұртың. Деді де көп ұзамай дүние салдау, айтқанын көрді Расул біртін-біртін. Тұтанды дін исламның шамшырағы, салауат сәлеміңді айт жазбай күндін. Тұтанды дін исламның шамшырағы, салауат сәлеміңді айт жазбай күндін. Ей Раббының орындаған күш тәмірін, пайғамбар жасаған әр іс тағылым. Небір қиын азапқа душар болдау, таратам деп ең ауыр тұста дінін. Жақындары сол көзде жау боп шықты, ата діннен безді деп қыста бұлын. Қалауыңды алдағы діннен бастарт, күрмеуге келмейді деді қысқа жібің. Бәдір мен Хандақ Ухуд шайқасында, сахабаның ажалда құшқанымың. Сонда дағы бәріне берілмеді, бәріне төзіп жаудың қыспағының. Таифқа барғанында таспен аттай, таптың деп салтымыздан тысқар едің. Сол кезде періштелер ашуландау, елшінің білмейдау деп еш қадірін. Қостауды бірақ қосып бұл қауымның, жоялық деді бірден түп тамырын. Сонда Расул олармен келіспеді, ашуына жеңдірмей күш сабырын. Пайғамбар екенімді білмейді олар, деп сонда ел жүреттай іш бауырын. Ұрпақтары иманды болар, бәлкім бізді қуып шыққанмен тысқа бүгін. Деп Алладан кешірімін тілей берді, өзін өлім тілеген дұшпанының. Мейірім нұрға толы пәк жүрегі, адамзат атаулыға нұсқа бүгін. Шіркін әркім өзіне үлгі қылса, Мұхаммедтің осындай ұстанымын. Әмина Мұхаммеддей нар ұл тапты, нар ұлы тани білді әділ хақты. Жасаған 63 жыл ғұмырында ғаламда жарық нұрдың шамын жақты. Былық жайлап бұқсыған тас түнектен, жарыққау алып шықтай қалың топты. 63-ке келгенде науқас меңдеп, денесі күннен күнге ауыр тартты. Қоштасып сонда барша үмметімен, жадыраған жандарын жабыр қатты. Айырылу ең сүйікті адамынан, жандарына тибедау ауыр қатты. Ұлы Раббым деп соғып алып жүрек, осылайша мәңгілік дамыл тапты. Қос дүние сардары Мұхаммедте, міне осылай өлімнің дәмін татты. Ғаламға рахым нұрын шашалыпты, талайдың жүрек көзін ашалыпты. Үмметімен қоштасқан Мұхаммедтің ең ақырғы құтбасы жасалыпты. Мен біреуді ренжітсем кешірсін деп, өзі де басқалардай кеш алыпты. Кім Расул өлді десей басын алам деп, Омар көзін ыстық жасалыпты. Көңілі сенбегенмен өзекті жан, өмірден өтетіні рас анықты. Мәңгілік өлім дәмін татпайтұғын, әзәли Алла ғана аса мықты. Жанына жаратқанды қылды қорған, дүниенің екенін білді жалған. Бар адам баласының бақыт үшін ғибратты талай істі тындыр алған. Барлығымыз жаңылмай жүрейік шай, Мұхаммед салып кеткен нұрлы жолдан. Уа бауырлар, жаңылмай жүрейік шай, Мұхаммед салып кеткен нұрлы жолдан.